тарихтағы ең қорқынышты жазалау құрылғысы. Бас езгіш. Суретте көрсетілген құрылғыға адамның басын жоғарғы қақпақтың астына, иегін төменгі жолақтың үстіне қойғаннан кейін, жоғарғы жағындағы бұранданы бұрап, басты мықтап тұрып қысады, және бұранданы өте баяу бұрайды. Алдымен адамның тістері сынады. Олар сынып жаққа кіреді. Одан кейін адамның екі көзі шыдамай сыртқа шығып кетеді. Ең соңында бас сүйегі сынып, ішіндегі сұйықтық сыртқа ағып кетеді. Кейде жазалаушы қылмыскердің басы қысылып тұрғанда басынан таяқпен аямай ұрған. Бұл қылмыскердің денесіне сөзбен жеткізе алмайтын азап. Әлем тарихындағы ең азапты, қорқынышты қинау құрылғысы — темірбикеш. Бұл металл немесе ағаштан жасалған саркофаг. Ішінде өте өткір шегелер орнатылған. Қылмыскерді саркофагқа кіргізгенде, саркофагтың ішінде ешқандай артық бос орын болмайды. Яғни қылмыскердің денесіне саркофагтағы тікенек шегелер кіріп тұрады. Бірақ бұл шегелерден адам бірден өліп кетпейді. Себебі тікенек шегелер өмірлік маңызы бар мүшелерге кіріп кетпейді. Жай ғана адам денесіне шегелер 2-4 см шамасында кіріп, адамды қансыратып ұзақ азап шектіреді. Бұл азап 2-3 күнге созылып, нәтижесінде тұтқын көп қан жоғалтудан қайтыс болады. Темірбикештің кейбір түрлерінің көз тұсында адамның көзін ағызып түсіретін істіктер орналасқан. Тарихтағы ең қорқынышты қинау құрылғысы — мыс бұқа. Бұл құрылғы толығымен мыстан жасалып, көлемі шын бұқамен бірдей болған. Бұқаның ішінде бір адам сиярлықтай орын бар. Жалпы қинау барысы мынадай. Алдымен жазаланушыны мыс бұқаның ішіне кіргізіп, сыртынан бекітіп жауып тастайды. Одан кейін бұқаның астына жақсылап тұрып от жағады. Бұқа мыстан жасалған соң тез қызып, ішіндегі адам тірідей пісіп қалады. Сондай-ақ мыс бұқаның ішіне құбырлар жүйесі жасалған. Адам бұқаның ішінде қиналып тыныс алғанда, құбыршадан ақырған бұқаның дауысы шығады. Тарихта мыс бұқаны ойлап тапқан мыс шебері Перил құрылғыны қатыгез патша Фалариске сыйға тартқан. Перил құрылғыны Фалариске қалай жұмыс жасайтынын көрсетіп, бұқаның ішіне кіргенде, Фаларис дереу бұқаның қақпағын жабуға бұйрық береді. Осылайша мыс бұқаға бірінші болып оны ойлап тапқан адам өлтірілген еді. Тарихтағы ең қорқынышты әрі ең азапты жазалау әдісі — скафизм. Бұл жаза түрінде қылмыскердің киімдерін түгел шешіп, қар қайыққа мықтап байлап қояды. Кеудесін ағаш діңімен жауып, қолдарын, аяқтарын және басын ғана ашық қалдырады. Одан кейін қылмыскерге ауыр диареяға әкеп соғатындай өте көп мөлшердегі сүт пен балды күштеп тұрып ішкізеді. Сосын денесіне жақсылап тұрып бал жағып, лай балшықты көлдің ортасына тастайды. Балдың есіне қызыққан шыбын-шіркейлер мен жәндіктер қылмыскердің үстіне үймелей бастайды. Ол аздай олар қылмыскердің денесіне жұмыртқалайды. Кішкентай құрттар оның денесімен тірідей қоректенеді. Қылмыскердің сүйегі көрініп азаптанып тұрса да тірі болады. Егер қылмыскерді тамақтандырып тұрса, 16 күннен соң азаптанып барып өледі. Мәңгүрттік деген не? Мәңгүрт — өткенін ұмытқан, әдет-ғұрпын мүлде білмейтін, рухани құндылықтардан айырылған адам. 18 ғасырда қалмақтар тұтқынға түскен қазақ жігіттерін кейін кек қайтармасын деп мәңгүрт қылып тастаған. Мәңгүрттік бұлайша жүзеге асқан. Алдымен тұтқынның шашын тақырлап алып, одан кейін жас сойылған түйенің мойнағын немесе сиырдың терісінен бас киім жасап, тұтқынның басына кигізген. Одан соң тұтқынның аяқ-қолын матап, шыжыған ыстық күннің астына тастаған. Жас тері кепкен сайын жиырылып, бас сүйекті сындырардай қысып, адамды жан төзгісіз азапқа салады. Өскен шаш кептелген теріні тесе алмай, кері қарай өсіп, ми жасушаларын өлтіріп, есте сақтау қабілетін мүлде жойып жібереді. Мұндай азаптан тұтқын 7-10 күннен соң өледі. Егер аман қалса, аты жөнінен бастап бүкіл өткенін ұмытқан, тек қожайынның айтқанынан шықпайтын ойсыз санасыз мәңгүртке айналады. Тарихындағы өлім жазасының ең ауыр түрі — ат құйрығына байлау. Бұл жазаға шариғат заңын бұзғандар, ата-анаға бағынбағандар және де теріс жолға түскендер кесілген. Жазалау барысы мынадай. Алдымен жазаланушының аяқ-қолы буылып, өте сол жылқының құйрығына байланған. Содан соң атпен тұра шауып, жазаланушыны сүйрей жөнеледі. Жазаланушыны әбден сүйретіп болғанда оның денесінің саутандығы қалмайды. Бет-аузы тасқа соғылып қан жасау болады. Ішкі ағзалары өкпе, бауыр езіледі. Сүйретілгенде адамның терісі тұрмақ еті өте қатты қажалып кетеді. Бұл жаза 19 ғасырда кең таралған. Мысалы, оңтүстікте болған үлкен бір ұрыста жұрт көзінше Кенесарыны мен өлтірдім деген қырғыз батырын руы Төре Құнанбай деген кісі табан астында ұстатып, ат құйрығына байлатып жіберген.